Тұз дәм. Қазақ үшін кәдімгі тұздың қаншалықты қастерлі екенін ежіктеп айтып жатудан аулақпын. Дастархан жайылса, наннан кейінгі іздейтініміз тұз. Онсыз ешбір тамақтың дәмі болмайтынын мойындағанбыз. Сол тұздың құрметі болар, дәмдес тұздас болған едік деп, қимас замандастарды іздеп, барған келгеннен сәлем айтып жатамыз. Керісінше, жақын араласқан адамнан көңілі қалғанда, дәм тұзым ұрсын дегенді де айтатын өзіміз. Тұзға қиянат жасау, келешекке кесір боларын, соңы жақсылықпен аяқталмайтынын көнегөз қарттар талай ескерткен шығар. Әл-Қисса, әрбір үлкен қала өз алдына шағын бір мемлекет болған заманда, бір патша халқын әділ басқаруға барын салыпты. Жатса тұрса ойлайтыны елдің қам екен. Сондықтан қылмыс азайып, молшылық заман орнапты. Мен тірі тұрғанда ешкім нақақтан жылап, зұлымдық көрмейді дейтін патшаның өзі де айтар сөзі мен істер амалына өте мұқият қарайды екен. Күндердің күнінде таңертең уәзір келіп, түнде қазынаға ұры түскенін хабарлайды. Қаян тұрған екен мұндайға тәуекел жеткен? Патша дереу оқиға болған жерге жетіп барады. Ұры қойманың астын үңгіп жасалған жер асты жолмен келгені көрініп тұр. Қазынадағы алтын теңгелерді қаптарға толтырғаны болмаса, еш нәрсе алмаған сияқты. Патша осыған қайран қалады. Қазынашы да бірден жоқ барды түгендеп, тексеру нәтижесін баяндайды. Қазынадан бір тиында ұрланбаған. Әлдекім кедергі болды деу қисынға келмейді. Осынша еңбектеніп, жер астын қазып келген ұры қалайша құр қол қайтады? Себебі не? Деп патша сұраулы жүзбен нөкерлеріне қарайды. Білмедік дегендей, олар иықтарын қушитады. Патша сол күні-ақ бұл істі кім істесе де кешіріледі, бірақ неліктен еш нәрсе алмағанын айту шарт деп бұйрық шығарып, жан-жаққа жар салдырады. Арада 3 күн өткенде патша құзырына бір жігіт келеді. Оның әдебі мен батылдығына кім де болса сүйсінген еді. Тақсыр, айыбымды кешіңіз, қателестім, мойындаймын, депті жігіт басып. Кештім, дейді патша да сөзінде тұрып. Қазынаңызға қол салмақ болған мен едім. Бұған мұқтаждық мәжбүр етті. Бірақ мен ұры емеспін, саудагермін. Бар мал мүлкімді қарақшылар тонап, осы күйге түстім. Басқа кәсібім жоқ. Сауданы жалғастырар қаржым тағы жоқ. Қазынаны ұрлау мақсатында жер астынан жол қаздым. Қоймадағы алтындарды қаптарға салып, енді әкетпек болғанымда бір аппақ затқа көзім түсті. Не екен деп иіскеп, аузыма салып едім, тұз екен. Тез есімді жинадым. Тұзын жеген жерге қиянат қылма, түбі оңбайсың дегенді әкем көп айтатын. Содан қорықтым. Райымнан қайтып, мол қазынадан 1 теңгеде алмай кеткен себебім сол. Сарайда мүлгіген тыныштық орнайды. Жігіттен көз алмай тыңдаған патша біразға дейін үндемейді. Уәзірлердің бәрі оның аузына қарап, тағатсыздана бастайды. Ей уәзірлерім, бұл жігіт бір жалаған тұз үшін патшалыққа адалдығын көрсетті. Бүгіннен бастап мен оны ұлым әрі тақ мұрагерім деп жариялаймын. Осы сарайдағы мол дастарханнан дәм тұз татқан талайлардан көп қиянат көрдім. Достарымның да ешқайсысы маған мына жігіттей опалы болған емес. Сендер де мұнан үйреніңдер, деп сонда патша орнынан тұрған екен. Әлеуметтік желіден алынды. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы. Ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.